Матео Ковачич Манчестер Ситидің сапына ауысуға жақын. Маурисио Почеттино Челсидің сапынан қай ойыншыларды көргісі келеді? Реал осы жазда Харри Кейн мен Кай Хаверцті сатып алуға тырысып көрмекші. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі видеода. Алдыңғы видеодағы өтінішімізден кейін бізге жаңадан 92 жазылушы тіркеліпті. Жаңадан тіркелген тіркелушілерімізге, сондай-ақ бізге қолдау көрсетіп келе жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс айтамыз. Әлі де тіркелмеген жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз, біздің арнаға жазылып қойсаңыздар, керемет болатын еді. Және еңбегімізді бағалап, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Барселона мен Реал командалары қызығушылық танытқан ойыншы Лейпциг клубымен келісім-шарт мерзімін ресми түрде ұзартты. Осы жайында немістік клубтың ресми сайтында мәлімденді. Дани Ольмоның Лейпцигпен жасалынған жаңа келісімі 2027 жылдың жазына дейін негізделді. Енді келісім-шарт бойынша футболшыны алғысы келетін кез келген клуб трансфер үшін 60 миллион еуроны төлеуге міндетті болады. Барселонаның түлегі болып табылатын 25 жастағы ойыншы неміс командасының сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Манчестер Ситидің бас жаттықтырушысы Хосе Гвардиола ағылшын премьер-лигасы маусымының ең үздік бапкері жүлдесіне ие болды. Бұл жөнінде Ситилік клубтың ресми сайтында мәлімденді. Айтып өтсек, испандық маманның тізгінінде манчестерлік команда Арсеналды артта қалдырып, АПЛда бірінші орын алып, топ жарған болатын. Алда Манчестер Ситиді Чемпиондар лигасы аясындағы Интермен болатын аса маңызды финалды ойын күтіп тұр. Ювентустың жартылай қорғаушысы Анхель Ди Мария мансабын Бенфика командасында жалғастыруы мүмкін. Тілші Фабрицио Романоның мәліметіне сәйкес, Лиссабондағы ұжым ойыншыны өз саптарына қосып алу жағын қарастыруда. Клубтар тарабы арасында әлі ешқандайда келіссөздер жүргізіліп басталмаған. Дегенмен жақын арада португалдық клуб ойыншыны жеке өзімен байланысқа шығып көрмекші. Айта кетсек, футболшының туриндік клубпен келісім шарты осы айда мәресіне жетеді. Португалдық қорғаушы Диого Далот Манчестер Юнайтед клубымен жаңа келісім шартқа отырды. Бұл жайында Манкуниандық клубтың баспасөз қызметінде жарияланды. Жасалынған жаңа келісім 2028 жылдың жазына дейін негізделді. Осыған дейінгі келісімі 2024 жылға дейін жарамды болған еді. Айтып өтсек, Далот Манчестер Юнайтед сапына 2018 жылы Порту командасынан ауысып келген болатын. Трансфердің сомасы 22 миллион еуроны құраған. Осы маусымда Диого Далот барлық турнирлерде 42 кездесудің қатысушысы болған. Мюнхендік Баварияны қорғаушысы Бенжамин Павар осы жазда қазіргі командасының сапынан қатты кеткісі келуде. Осы жөнінде Байерн Жермани баспасы мәлімдеуде. Немістік ұжымның басшылары француздық қорғаушыны сатуға дайын, дегенмен 30-40 миллион еуро көлемінде пайда көргілері келеді. Осының алдында мәлімденгендей, футболшыға Манчестер Юнайтед және Интер командаларының қызығушылығы бар. Аяқталып мәресіне жеткен Бундеслига маусымында Павар 30 матчтың қатысушысы болған. Челсидің жаңадан тағайындалған бас бапкері Маурисио Почеттино осы жазда қай ойыншыларды өз командасының сапынан көргісі келетінін клуб басшыларына жеткізген. Деректерге сүйенсек, командаға 3 позицияны күшейту қажеттілігі туындап отыр. Атап өтсек, шабуыл, қақпашы және орталық жартылай қорғаныс позициялары. Аргентиналық маман өзіне АПЛдағы тәжірибелері бар ойыншылар қажет екендігін білдірген. Осыларға байланысты Лондондағы ұжым әзірге Спортингтің жартылай қорғаушысы Мануэль Угарте, Наполидің шабуылшысы Виктор Осимхен, сондай-ақ Интердің қақпашысы Андре Онана. Міне осы аталған ойыншыларды қарастыруда. Баварияны жаттықтырушысы Томас Тухель бұл жазғы трансфері терезе кезінде клуб тізгінінен кетпейді. Осы жайында Sport 1D баспасы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес, неміс бапкері өткенде бас директор Оливер Кан және спорттық директор Хасан Салих Хамидич екеуінің қызметтерінен босатылғандарына шок күйінде қалған. Дегенмен Тухель ештеңеге қарамастан келесі маусымға белсенді түрде дайындалуды жоспарлайды. 49 жастағы маман Баварияның тізгініне 2023 жылдың наурыз айында келген болатын. Оның қоластында команда зорға дегенде Германия чемпионатын жеңіп алған еді.
Туринде Ювентус Челсидің вингері Кристиан Пулишичке қызығушылық білдіруде деп мәлімдеуде ESPN баспасы. Ақпараттар бойынша итальянда клуб футболшыны осы жазғы трансфері терезеде қатарларына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Аристократтықтар ойыншыны жіберуге дайын. Дегенмен олар кем дегенде ойыншыны сату арқылы 20 миллион еуро көлемінде пайда көргілері келеді. Осы маусымда 30 ойынға қатысқан 24 жасар ойыншы 1 голды соғып, және 2 голдық пас жасап ерекшеленген. Оның Лондондық ұжыммен келісім мерзімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Мадридтік Реал Баварияның жартылай қорғаушысы Йозуа Кимихке қызығушылық танытуда. Осы жайында Байерн Германия басылымы хабарлауда. Мәліметтерге сүйенсек, испандық клуб футболшыны 2024 жылдың жаз айында өз саптарына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Мадридтіктер неміс ойыншысының Бавариямен келісім шартының 2025 жылы аяқталатынын өздеріне оңтайлы пайдаланып кетуді жоспарлауда. Осыған байланысты футболшыны 1 жылдан соң арзанырақ бағада алу мүмкіндігі туындайды. Патшалық ұжым аңызға айналған Лука Модрич пен Тони Кростардың кеткендерінен кейін Кимих жартылай қорғаныс позициясының лидері атанады деп көздеуде. Сонымен қоса оған Барселона және де Манчестер Сити клубтары да қызығуда. Осы маусымда 47 матчқа қатысқан Кимих 7 гол және 11 голдық пасты еншілеген. Хорватиялық жартылай қорғаушы Матео Ковачич Манчестер Ситидің сапына ауысуға жақын. Тілші инсайдер Фабрицио Романоның ақпараты бойынша ойыншы ситилік командамен жеке келісімшарт бойынша мәмілеге келіп қойған. Жақын арада манчестерлік ұжым Лондондық клубпен трансфер бойынша тікелей байланысқа шығады деп күтілуде. Трансфермаркет порталы ойыншының құнын 40 миллион еуроға бағалайды. Ағымдағы маусымда Ковачич 37 матчтың қатысушысы болған. Мадридтік Реал Тоттенхемнің шабуылшысы Харри Кейнді, сонымен қоса Челсидің ойыншысы Кай Хаверцті өз қатарларына қосып алуға дайын. Ас баспасының ақпаратына сүйенсек, ағылшындық шабуылшы Харри Кейн итальяндық бапкер Карло Анчелоттиге ұнайды. Жаттықтырушы Харри Кейн командадан кеткен шабуылшы Карим Бенземаның орнын лайықты түрде алмастырып, барлық жоғарғы талаптарға сәйкес келеді деп есептейді. Дегенмен бұл трансферді жүзеге асыру Реал үшін өте қиын болатыны айдан анық. Себебі Тоттенхемнің басшылары оны мүлдем ешқайда жібергілері келмейді және оның құнын 200 миллион еуродан артық сомаға бағалайды. Ал Кай Хаверцке келетін болсақ, Челси бұл ойыншыны 40-50 миллион еуроға жіберуге әзір. Ойыншыны жеке өзі де Реалдың сапына ауысуға ешқандай қарсылық білдірмеуде. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.